Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құйрық майды ерекше осылай 3 түрлі әдіспен дайындау жолын көрсетемін. Құйрық майды негізі өзіміз қазақ халқы ерекше сүйіп жейміз ғой. Дәл осылай дайындап қойып, кез келген уақытта тіске басар ретінде жесеңіздер, енді өте керемет. Пайдасын мен айтпасам да білесіздер. Ендеше жасап көріңіздер. Менде мұнда 1 килограммға жуық балғын, яғни тұздалмаған свежий құйрық май. Мен мұны біріншіден тұздап алатын боламын. Егер сіздерде құйрық майыңыз уже тұздалып тұрған болса, алып дайындай берсеңіз болады. Тұздамас бұрын араларын пышақпен тіліп осылай ашып аламын, және де тұзды жақсылап сеуіп тұздаймыз. Қатты көп болып кетеді деп қорықпаңыздар. Құйрық майдың сондай бір қасиеті бар, тек қана өзіне қажетті ғана тұзды бойына сіңіріп алады екен. Мінекей осылай жақсылап тұздап, бөлек бір ыдысқа салып, морозильникке емес, холодильникке тұзы сіңгенше мен 1 күнге қойып қоямын. Жаңа айтып өткенімде, сізде уже тұздалған дайын құйрық май болса, оны алып бірден дайындай бересіз. Дәл қазіргідей құбылмалы ауа райында құйрық майды жиі дайындап жеп тұрғанымыз дұрыс. Сорпаға қосып болсын, немесе осылай дайындап қойсаңыздар да болады. Енді өзіміз қазақ халқы кез келген ауруда дәл осы құйрық майдан ем іздеген халықпыз ғой. Мінекей мына жерде құйрық майымыз тұзы сіңіп, 1 түн холодильникте тұрды. Енді кесіп жеуге ыңғайлы болатындай осылай бірнеше бөліктерге бөліп құйрықты дайындап қоямыз. Егер де отбасыңыз шағын болатын болса, бұл көп десеңіз 1 килограмм емес, осының жартысынан ғана дайындасаңыз болады. Енді бірінші әдіс үшін пияздың қабығын пайдаланамыз. Қабығымен қосып бірінші жақсылап жуып алдым, және де мұнда 1 килограммдай пияздың қабығы бізге жаңағыдай құйрық майға әдемі қызыл рең түс беріп тұру үшін осыны қолданамыз. Пияздың қабығын салдым, тұз және де түйіршік қарабұрыш пен лавровый лист салдым. Келесі ыдысымызға да тұз, түйіршік қарабұрыш және де лавр жапырағынан саламыз. Енді құйрық майымызды бөліп саламыз. 2 бөлігін осы пияздың қабығының үстінен салдым. Келесі 2 бөлігін келесі ыдысымызға саламыз. Енді үстерінен салқын суды құйып, газ отымызға қойып қайнатамыз. Енді құйрық майды дайындаудың түрлі әдісі бар. Бұлай қайнатпай-ақ коптильный аппаратта, яғни ыстайтын аппаратта ыстап дайындайды, немесе тек қана шикі күйінде тұзға салып та дайындап жатады. Маған енді өзіме осы әдіс ұнады. Екінің бірінде коптильный аппарат табылмағандықтан үй жағдайында осылай дайындасаңыздар болады. Мінекей осылай орташа отта 25-30 минуттың көлемінде құйрықты қайнатамыз. Қайнап шыққаннан кейін осылай сүзіп алып, толықтай бөлме температурасында суытып қоямыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, біздің пияздың қабығына салып қайнатқан құйрық майымыз осындай әдемі, табиғи, қызғыш түске енді. Құрметті көрермендер, көпшілігі менің видеоларымды каналыма жазылмай, яғни каналыма тіркелмей көреді екен. Сондықтан сіздердің аз да болсын қолдауларыңыз маңызды. Төмендегі бір ғана подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алсаңыздар екен. Осылайша құйрық майды толықтай бөлме температурасында суыттық. Енді сіздерге дәмдеуіштерін көрсетейін. Мұнда сарымсақты теркадан өткізіп дайындап қойдым. Тұз, қарабұрыш және де кориандр. Осы дәмдеуіштердің барлығын енді жақсылап қолымызбен араластырып шығамыз. Өзі осындай каша сияқты болып шығады. Қазір осы дәмдеуіштерді біз құйрық майға жағып шығатын боламыз. Айтпақшы, осы видеоның астында барлығының толық грамдары мен мөлшері жазылған. Мінекей дәл осы видеода көріп тұрғандарыңыздай құйрық майымызға дәмдеуіштерді жақсылап сіңдіріп осылай жағып шығатын боламыз. Ал енді дәмдеуіштерді жағып алғанша сіздерге құйрық майдың азды көпті пайдасын айта кетейін. Біз білетін, білмейтін қаншама пайдасы бар. Оның көбінесе үлкендер, жаңағыдай кішкентай балалар ауырып қалғанда, суықтап қалғанда, жөтелгенде осы құйрық маймен сылап жататынды барлығымыз білеміз. Оның барлығы да жаңағыдай ауруға қарсы күресіп, баланың дені сау және де қуатты болып өсуіне өз ықпалын береді екен. Сондай-ақ бұрындары біздің қазақтар қатты суық кезде бет жүзі үсімес үшін осы құйрық майды жаққан екен. Сондай-ақ аяқ, табан ауырғанда, жаңағыдай қақсаған кезде осы құйрық майды таңып жататынын да көреміз. Сонымен қатар туберкулез бен жұқпалы ауруларды емдеуде де осы құйрық майды қолданған екен. Ашытылған қымыздың ішіне құйрық майды салып, сіңгеннен кейін, қоюланғаннан кейін ішкізетін болған. Осылайша құйрық майдың барлығына дәмдеуіштерді сіңдіріп жақсылап жағып алдық. Енді бір түрін мен осындай кәдімгі паприкаға ұнататын боламын. Паприканың көбінесе пакетиктегі түрі емес, жаңағыдай базарда сатылады ғой, стаканмен грамдап, сондай түрін алғандарыңыз жақсы, өйткені пакетиктегі түрі онша дәм бермеуі мүмкін. Осылайша мінекей бір түріне жақсылап жағып аламыз паприканы.
копченый паприка қолдансаңыздар да болады. Осымен 3 түрлі бізде 3 түрлі әдіспен дайындалған құйрық май болады. Бір түрі паприкамен, екінші түрі тек қана дәмдеуіште жағылған, ал үшінші түрі пияз қабығына пісірілген құйрық май. Осылайша үшеуін 3 түрлі контейнерге бөліп салып алдым. Және де бетін жауып холодильникке бір 4-5 сағатқа қойып қойсаңыздар, дәмдеуіштері барлығы жақсы сіңіп тұрады. Одан кейін алып кесіп жіберсеңіздер болады. Мінекей осылайша өте оңай әдіспен құйрық майды дайындап холодильникке қойып қойсаңыздар, таңғы асқа әсіресе тіске басар ретінде жесеңіздер өте керемет. Қазіргі кезде нутрициологтар болсын, дұрыс тамақтануды үйрететін диетологтар болсын, таңғы асқа осындай құйрық майдың 1-2 тілімін жеуді ұсынады. Өйткені таңғы уақытта біздің ағзамызға жаңағыдай қажетті майдың мөлшерін осы құйрық май толтырады екен. Сондықтан дайындап көріңіздер. Мінекей әр қайсынан кесіп көрсетіп жатырмын. Әр түрі де өзіне сай ерекше өте дәмді болып шығады. Дәл осы әдіспен дайындалған құйрық майды әсіресе ер азаматтар сүйіп жейтін болады. Сондықтан жолдастарыңызға дайындап берсеңіздер болады. Холодильникте тұрған сайын енді дәмдеуіштері сіңіп өте дәмді болады. Жасап көріңіздер. Осы видео сіздерге ұнады әрі пайдалы болды деген сенімдемін. Ұнаса теп-тегін ешқандай ақша төлемейтін лайктарыңызды басып, төменде өздеріңіздің жылы пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Егер де каналға тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, төмендегі подписаться батырмасын басу арқылы менің каналыма тіркеліп қойсаңыздар болады. Және де әрбір шыққан жаңа видео рецептерімді бірінші болып көретін боласыздар. Сондықтан қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға, видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Нұрзина.